балалар, қазір наурыз айында ерекше күндердің бірі бұл жаңару күні. Жаңару күнінде табиғат оянады, сонымен бірге адамдар біріне-бірі жақсылықтар жасауға ұмтылады, бастайды екен. Табиғат оянған кезде балалар қараңыз, ағаштар бүршік жарады, құстар ұшып келеді, жер ана оянады. Оның бәрін бір сөзбен балалар біздер жаңару күні дейміз. Жақсы ма балалар? Жаңару күнінде. Жаңару күнінде табиғат оянады. Яғни біздер қазір Ильястың қолында тұрған талды, жер ана оянды, сол ағашымызды отырғызамыз. Ильяс ортаға қойып. Бұл ағаштың аты қарақат деп аталады. Қарақат ағашы. Қарақат ағашы бізге қараңызшы балалар, суретке назар аударайық. Мынандай әдемі дөңгеленген тәп-тәтті қарақат жемісін аламыз. Егер осы талға ертіп су құйып, қопсытып, біздер өзіміз жаңағы күтіп баптасақ, осындай қарақат ағашынан жеміс алатын боламыз. Қарақаттың пайдасы өте көп, с дәрумені бар. Біздер міне балалар, қарақатымызды белгіні қойып қоямыз. Міне, бұл қандай ағаш балалар? Қандай ағаш? Қарақат, я дұрыс жеміс. Қарақат жемісі ертең үлкен болып өседі екен. Серен ағашы. Отырғызғанымыз. Серен ағашы көктем мезгілінде гүлдейді. Ақшыл гүлге бөленеді. Бұл көктем сияқты бізге алқызыл гүлі атады және хош иіс береді. Бұл ағаштың аты серен деп аталады. Айтаршы серен. Я серен ағашы. Ол өсе берсін. Қосып қоя қалады. Әдемі